Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз мейірімді Нұрай. Мұғалім Мұхаммадиева Меруерт Багдәулетовна. Сабағымыздың мақсаты, құрметті оқушылар, жаңа сөздермен танысамыз. Ребята, познакомимся с новыми словами. Сындырып алған, сынған, сынған ыдыс. Произнеси правильно. Көмектесу, помогать. Сынған, сынған. Жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып аламыз және есте сақтаймыз. Грамматика. Жіктік жалғауы тыңда, қайтала оқы. Личные окончания. Слушай, повтори, прочитай. Жалғауларға назар аударамыз, балалар. Мен сындырып алдым. Сен сындырып алдың. Сіз сындырып алдыңыз. Ол сындырып алды. Я, сен, ты, сіз, вы, ол, он, она. Мен сындырып алдым. Я сломала. Мен көмектесемін. Я помогу. Сен көмектесесің. Ты поможешь. Сіз көмектесесіз. Вы поможете. Ол көмектеседі. Он, она поможет. Жіктік жалғауды есімізге сақтаймыз. Жақсы, балалар. Оқы, қайтала. Прочитай, повтори. Көмектесу. Помогать. Нұрай анасына көмектеседі. Ыдыс жуады. Сындырып алу. Сынған ыдыс. Ыдыс, посуда. Қайталайым, повторяем. Көмектесу. Сындырып алу. Сынған ыдыс. Жақсы, балалар. Мәтінді оқимыз. Прочитаем текст. Нұрай өте мейірімді қыз. Нұрай очень добрая девочка. Ол бүгін әжесіне көмектесті. Она сегодня помогла своей бабушке. Ыдысты жуды, помыла посуду. Бір ыдысты сындырып алды. Разбила одну посуду. Нұрай сынған ыдысты әжесіне берді. Нұрай отдала бабушке сломанную посуду. Әжесі, кім сындырды? Деп сұрады. Кто разбила посуду? Спросила бабушка. Мен, деді ол. Я, ответила она. Нұрай оған жылады. Нұрай заплакала. Жылама, құлыным. Не плачь, мой жеребенок. Сен өтірік айтпадың, шындықты айттың. Ты сказала мне правду. Сен ақылдысың, деді әжесі. Ты умная, сказала бабушка. Балалар, Нұрай қандай? Нұрай какая девочка? Нұрай мейірімді, өте мейірімді, очень добрая, ақылды, умная. Ақылды, өте мейірімді қыз. Ол өтірік айтпайды, ол шындықты айтады. Өте жақсы бала. Жарайсыңдар, оқушылар. Тамаша. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Диалогты толықтыр. Дополните диалог. Нұрай қандай қыз? Жаңа айттық, балалар, я? Нұрай мейірімді, ақылды қыз. Нұрай кімге көмектесті? Ол әжесіне көмектесті. Ол нені сындырып алды? Нұрай ыдысты сындырып алды. Қандай балалар өтірік айтпайды? Ақылды, мейірімді, шыншыл. Жақсы балалар ешқашан өтірік айтпайды. Диалогты толықтырамыз. Есте сақта, запомни. Нұрай әжесіне көмектесті. Нұрай әжесіне көмектеседі шаруасында. Ол мейірімді, әрі ақылды қыз. Добрая и умная. Ол өтірік айтпайды. Өйткені Нұрай өте жақсы қыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.